мектептерде бітіру кештерін ресторанда жасауға болмайды, тойлауға болмайды деген бұйрық шықты дейді. Біліңіздер, ешқандай бұйрық адамның конституциялық құқығын шектеуге болмайды. Сондықтан да тиісті министрлік бұл ақпаратты таратпай тұрып, жалпы заңнамаға көз қырын салған дұрыс. Егер нақты бұйрық шыққан болатын болса, бұл бұйрықты міндетті түрде конституциялық сотқа жолдай отырып, бұның адамның конституциялық құқығын шектей ме, шектемей ме анықтауымыз керек. Өйткені азаматтар өз қалауынша заңға қайшы әрекеттер жасамай, мейлінше тойлатуға, думандатуға, өздерінің жиын ұйымдастыруға құқықтары бар. Бұл бір митинг емес, бұл бір арнайы саяси жиын емес, бұл балалардың өзінің ата-аналардың келісімімен, қалауымен ұйымдастырылатын шара. Оны төбелестер болуы мүмкін, қауіпсіздіктері үшін, болмаса балалардың жағдайларына қарастырылған деп неше түрлі жамағанымен түбінде адам құқықтарын өрескел бұзу деп есептеймін заңгер ретінде мен. Сондықтан бұған бұл бұйрыққа жол беруге болмайды. Мейлінше тиімді жолдарын қарастырсын министрлік, тек тыйыммен ештеңе шешілмейді. Мен осы ойдамын. Сондықтан да адамның тойлауы, адамның емін-еркін тұрып жүруі, ол біздің конституциялық құқығымыз. Бара-бара ананы желеу етіп, мынаны желеу етіп, демалуға рұқсат бермейтін бұйрық шықса таңғалмауымыз мүмкін. Сондықтан да мен өте бұған қарсымын. Мынау біләм қылып гүл апаруды қою керек мектепке. Біреуде жағдай бар, біреуде жағдай жоқ, біреуде әке бар, біреуде әке жоқ деген сияқты ғой. Ол баланың көзін қыздырып, не керек деймін да, неге керек сол мынандай пион апарып жатыр да. Мына әншілер, вы вообще с ума сошли, что ли? Мен түсінемін, сендер той, эстрада жұлдызысыңдар, шоудың адамсыңдар, керемет әнші болсаң, миллионер, миллиардер болсаң, неге бермейсің барлық қыздарға средний букет? Хотя бы сол бір класстың қыздарына. Біреу жөтеңдеп тұрады, біреуде киетін көйлек жоқ, біреу кредитке алып жатыр, например, да. Мен вообще түсінбеймін, что понты, ненің құрметі, ол әлі НТ тапсырмаған қыздар, ол әлі тест, алда үлкен сынақ бар. 11 классқа дейін Ақтөсте оқиды салып қойсаң. Не істеді олар, тауға апарды ма, не істеді, барып келіп жүріп, тем более қазіргі балалар сабақ оқымайды. Бұрынғыдай емес. Бұрын қыздар соның ішінде күшті сабақ оқитын. Қазір мен сабақ оқытқан қыз көрген жоқпын, елпілдеп бәрі көшеде жүреді. Бәрі оғанда, енді ішінде көпшілігі деп айтайын. Бұрын сабақ оқу жарысатын едік біздер. Берсін сондай букетті мектеп беріп атса, жақсы оқығандарға, алтын белгімен оқығандарға беріп атса, мен ойлар едім, мына басқа оқымайтын балаларға, 10 класстағы мынау театрғандар бар ғой, үздікке үміткерлерге үлкен мотивация болар еді. Сөйтіп мектеп бюджет бөліп атса, немесе класс болып жиналып үздіктерге беріп атса, мен түсінем. Анау не зат, Иткеде, Ақтөскеде, Таймасқада бәріне беріп атсыңдар. Не керек ол? Не керек? Жағдайы жоқ отбасылар бар ғой. Бір әжесімен тұратындар бар. Мысалы да, әкесі қайтқан қыздар бар. Тек шешесінің бір айлығы 2 жұмыста жасайтын шешелер бар. Олар 100 мыңға букет алмайды ондай қылып. Көзін қыздырып. Мен түсінбеймін да. Корзина, клубника в шоколаде, корзинамен. Жай ма? Не істеп келді ол? Сол 11 бітірген сол дәреже ма? Көке, ондайға жағдай жетпейтін адамдар бар ғой, сәл ойланасыңдар ма? Ол қоғамдық орын ғой. Білгенді істе, үйіне барып, орманнан теріп әкелесің ба клубниканы, өзің не бересің? Бір камазын әкеліп төгіп тастайсың ба? Қызы үшін бәрі де тауға апарады, мен түсініп тұрмын. Бірақ білмеймін, баяғыда әке шешеміз тамақты үйден жеп кетті, далаға алып шығып жеме, балдарды қызықтырып деп өсірді бізді, білмеймін. Қазір мына әке шешенің өзі жасайды соны. Балаларымыз біз бала болып алып кеткіміз келеді, мақтанғымыз келеді ғой, жоқ дейтін мамамыз. Үйде отырып же, сенікіндей колбаса біреудің үйінде жоқ деп жегізбейтін. Үйден жеп шық деп та, көзін қыздырма деп та. Қазір не түсініп мен білмеймін, мен вообще без комментариев. Маған ренжімеңдер, мен сондаймын. Мінекей 25 май, яғни 11 бітіргендердің выпускной вечерлері болатын уақыт болды. Жылда осындай бір оқиғалар болады. Жаңағының өзінде мен тәртіп сақшыларын көрдім. Көшеде мұғалімдермен рейдте жүр. 11 бітірейін деп жатырған балдар әкелерінің машинасын айдап кетіп жатыр дейді. Құрметті әкелер, неге 11 енді бітірейін деп жатқан балдарыңызға, правасы, документі жоқ балдарға машина беріп жібересіздер? Жылда көріп жатқан жоқсыздар ма? Қаншама кортежден сол ДТП болып жатады мысалы. Бұл негізі 11 бітірген баланың, ол қуаныш қой, ол шүкір ететін нәрсе, күпір ететін нәрсе емес. Қаншама балдар төбелесіп, қаншама оқиғалар, қаншама балдар жарақат алады. Жылда осы 25 майда выпускной вечерде машина түйісіп жатады. Қаншама оқиғалар болып жатады, солар сабақ емес па деймін да. Балдары 11 бітірейін деп жатқан ата-аналар сақ болыңыздар, мықтап қадағалаңыздар, іздеңіздер, түн жарымға дейін жібермеңіздер балдарыңызды. Өмір алда ғой әлі. 5, 4, 3, 2, 1, ынтымақ мұнарасы!
Ассалаумағалейкум достар. Кезекті жұмысымыз биіктігі 30 метр болатын Эйфель мұнарасын Эйфелевый башняны аяқтадық. 1 жылдық еңбек. Дәл қазір біздер Жалпақтал ауылындағы ынтымақ мұнарасының ашылу салтанатына келіп тұрмыз. Бұл мұнара 2006 жылғы бітірген, яғни биыл 20 жыл толып отырған осы Жалпақтал ауылының мектеп түлектерінің өзінің еліне сый құрметі ретінде беріп жатырған сыйлығы. Қараңыздар, қандай әдемі, иә, күшті, өте әдемі салынған. Бұның биіктігі қаладағы 9 этажды үймен бірдей дейді, яғни 35 метр. Бұның үстінде 400-ге жуық шамдар жағылып тұр осы тұрған кезде, прикиньте. Бүгін және соның ашылу салтанатына көптеген әртістерді әкеліп жатыр жан-жақтан. Бүгінгі ашылу салтанаты өте күшті деңгейде өтіп жатыр. Біз бүгін сонда отбасымызбен жүрміз. Қараңыздар, қандай әдемі болып жанып тұр, иә, жануы қандай әдемі. Прям көзің тоймайды, әдемі, прям мақтаныш сезімі ғой мына жерде. Бұрын менен сұрайтын едіңіздер ғой, сен қай жақта, қай қаладансыз, қайда қаладансыз деп. Міне енді Жалпақтал дегенде білетін боласыздар. Осы Қазақстан бойынша ең биік осындай мұнара қай жақта десе Жалпақталда. Вот сол менің Жалпақтал жақтан боламын, қыздар, енді білетін боласыздар.